жаратқан Аллахтың алдындағы ырысқыларына қаниет қылайлы, бергеніне қаниет қылайлы, шүгір қылып, андан кейіннен уассадиқина уассадиқат. Туғандар, чыншыл болайлы, келіңіздер. Барлығыз чын сөйлейлі. Чыншылдық бізді құтқарады. Жалған сөйлеген жоқ қылады. Бүгін кішіне аз-маз жалған сөйлесеңдер бәрі жүрегің тынш емес. Алдап қойдың, бірақ жүрегің айтты, сен алдардың бәрі өрдей. Біз атауызды алдай алауыз, апауызды алдай алауыз, аялымызды алдай алауыз, досуызды алдай алауыз. Кімді ғана болмасын алдай алауыз, бірақ Алланы алдай албаймыз. Алла бұйрық беріп атады. Я юхалладина амануттақулла. Ей иман келтіргендер, қулу қаулан садида, тура сөз сөйлегілі, чын сөз сөйлегілі, чыншылдықты қармағылы, ва алейкум бис сыдқ. Сіздер чыншылдықты бекем қармағылы. Анткені бұл құтқарат. Ислам дini чыншылдықта құрылған. Телевизден күн сайын контроль қылайлы. 24 сағаттың ішінде мен қанша жолы жалған сөйледім, қанша жолы чын сөйледім. Әрбір сөйлегенім жазылды. Чыншыл болмайынша туған игілік болмайды. Пайғамбарымыз ас-садиқул амин, чыншыл аманаткөй еле. Чыншылдық туғандар. Жана чыншылдармен бірге болғыла дейді. Қалыптың қазаны қайнабайды деген біздің ата-бабаларымыз. Қалыптың қазаны қайнабайды, бұның іші жүрбейді, береке болмайды. Бұл өзін алдайды туғандар. Ланатуллахи алал кадибин. Алланың қарғышы болсын. Кімге? Жалған сөйлеген адамдарға дейді. Алла өзі шешім шығарған. Біздің дінімізде емес, барлық дүниедегі дінде жалған айту, қарғалған туғандар, қараланған. Ислам дінде өзгөчө баа берген. Момын адам жалған сөйлебейді дейді. Иманды адам жалған сөйлебейді. Демек біз аялдарға дағы чыншылдықты, чын сөйлегенді, чыншылармен бірге болғанды Алларға тәлім тәрбиет берішіміз керек екен. Вассабирина вассабират, сабыр қылған еркектер, сабыр қылушы аялдар Алла Тааланың тағдырына мынаке сабырдылық, сары алтын бұл. Инналлаха ма'ас-сабирин, Алла Таала сабыр қылушылармен біргемін дейді. Еркек болсын, аял болсын. Мына біз емнені үйретейлі, қандай сипаттарға, қасиеттерге ие болайлы. Алла Тааланы бізге жардамы келіш үшін. Мынаке туғандар, Алла Тааладан қорққан, хушу, хузу, намаз оқығанда болсын, намаздың сыртында болсын. Жаратқан Алла Тааладан қорқып жашоуда ғана игілік бар. Алладан қорқып күнәлерді таштайлы. Жалған сөйлегенді таштайлы. Уырулықты таштайлы. Зұлымдықты таштайлы. Бір-бірімізді қордағанды таштайлы. Алладан қорқып, Алла Таала өзінің азауы қату туғандар.